Менің атым Олжабек Олжас. Мен Ағыз ОБД-дан 138 балл алдым. Өзім Семей қаласынанмын. FM 25 потокты оқыдым. Физика пәнінен кураторым Ақсүйрек апай болатын. Математика пәні кураторым Айгерім апай болатын. Курсқа дейін мен қарапайым оқушы болатынмын. Мен бағаларым өте жақсы болды. Мен 5-ке оқыдым. Ең алғашқы пробныйымды мен 73 баллға тапсырған болатынмын. Маған негізі ОБТ-ға дайындалуды мен ата-анамның арқасында бастадым. Яғни олар мені ОБТ-ға дайындайтын мектепке берген болатын. Ол кезде ОБТ-ға өте көп уақыт болғандықтан мен одан аса қатты қорықпадым. Мүлде қорықпадым десем де болады. Мен өзім курс барысында айлық тестер тапсырған кезде мидтан ең соңғылардың бірі болып шығатынмын. Өте көп уақытымды сол тестке арнап, бәріне дұрыс жауап бердім деп ойлаған кездерде менде қателер көп болатын. Сол кезде мен настроением қатты түсетін және мүлде оқығым келмей кететін кездер болды. Бірақ уақыт өте келе маған кураторлар жазады, звондайды, ары қарай жалғастыра бер жай ғана деді. Сондықтан өзімді қолға аламын, жалғастыра беремін. Себебі егер де жалғастырмасаң, уақыт өте келе сенің орындайтын тапсырмаларың сандары азаймайды, яғни көбейе береді. Оның бәрі проблема, сондықтан уақытылы істеуге тырыстым. Балымның ең қатты көтеріле бастаған кезеңі ол нұсқа талдау және нұсқа талдаған кездегі өзімнің қателерімен жұмыс жасай біле алуымда болды. Мен ағайлардың нұсқа талдауларын қарайтынмын. Егер де қиын есепті көрсем, оны черновикке жазып алып, уақыт өткен сайын оны шығара беретінмін. Және практикалық сабақ кездерінде мен ағайларға өте көп сұрақтар қоя беретінмін. Соның арқасында өз білімімді арттыра алдым. Өзім нәтижемді көрген кезде басында қуанған болатынмын. Тест центрден қуанып шықтым. Бірақ сосын өзім әртүрлі группаларды қараған кезде көп адамдар оқысаудың балын жазады, өзімнің физикадан қателескен сұрағымды туралы талқылайды. Сол кезде настроением түсіп кетті негізі. Өйткені көбісі 2 балл жетпей қалды деп маған жаза берген болатын. 2 баллға көбірек алсаң, үй алуға возможность болды, көлік алуға возможность болды. Сол бір апта өзім депрессияда жүрдім. Бірақ содан кейін біраз ойлана тұрдым. Өзім бір ойға жеттім. Мен қазір қайғырып отырмын. Ол менің өзімнің ойларымның кесірінен қайғырып отырмын ба, әлде басқа біреудің маған навязать еткен ойларының кесірінен қайғырып отырмын ба деп. Соны ойлай келе түсіндім, олар басқалар маған навязать еткен зат. Себебі ешкім менің қолымнан көлігімді тартып алған жоқ, ешкім менің үйімді тартып алған жоқ. Мен жақсы балл алдым, грантқа түстім. Ең маңыздысы сол. Қазір мен қуаныштымын. Кейде өзің орындаған тапсырмаларға қателессең, үй жұмысынан қателессең, настроениең түсіп кетеді, істегің келмей қалады ештеңе, Майнкрафтқа кіріп кететін кездер болды, социальный сеттерді скроллить еткен кездер болды. Ондай кездерде сен өзіңнің уақытыңның тез бітетінін, ОБТ-ның тез басталатынын түсінуің керек, өзіңді қолға алуың керек және осыған дейінгі уақытыңды арнағандықтан соны до конца добить етіп соға тырысу керек. Мен өзімнің алған балымды ата-анама айтпаған болатынмын. Олар өздері стористардан көріп біліп алды. Балымды көрген кезде қуанды әрине, мен де қуандым, бәрі қуанды. Негізі, егер де сен курссыз дайындалған оқушы болсаң, саған өте қиын болады, саған жүйе керек. Жалпы кез келген адам белгілі бір салада жетістікке жету үшін оған белгілі бір жүйемен жұмыс жасау керек. Өзің жүйе құрып аласың, сонымен жұмыс жасайсың, соның арқасында жетістікке жетесің. Жүйесіз сенің еңбегің босқа кетіп қалуы мүмкін, зая кетіп қалуы мүмкін. Сенің жанында өз саласының мамандары жүру керек, эксперттер жүру керек. Солардың арқасында сен жетістікке тезірек жетесің және ешқандай ақпаратты қалдырып кетпейсің.
Ең басты өзгерістердің бірі ол Майнкрафт ойнауды қойып кеткен шығармын. Ал егер серьезно айтсам, онда мен түсіндім, кез келген жетістікке жету үшін жүйенің маңыздылығын түсіндім. Дұрыс жүйе ол өте қатты рөл ойнайды. Дұрыс алгоритм қоя білу, өзіңнің қателеріңмен анализировать етіп жұмыс жасау. Егер болашақта мен тағы да өзіме бір цель қойсам, онда мен оның бәріне өзім жетудің орнына, оның бәріне өзім білім алам, өзім үйренем деудің орнына, мен білімі бар, сол саладағы білімі бар адамнан көмек сұраймын, өзім бір курстармен жұмыс жасаймын, солай жетістіктерге жетемін. Инфомат досым өзі информатика пәнінен эфир болып жатқан кезде, онда скидка болып жатқан. Және ол менің физмат екенімді біледі. Өзі физика курсында тоже эфир болып жатқанын көріп қалыпты, және ссылкасын маған жіберген болатын. Мен өзім ашып қарадым, ағайлардың нұсқа талдауы болатты. Соны қарап отырдым, маған ағайлардың түсіндіріп отқандары ұнады. И сол қарап отқан кезде курсқа 50% жеңілдік болып жатқанын мен көрдім. И сразу ала салғым келді. Ата-анама айттым, осылай физмат курсынан бізде 50% скидка болып жатыр, маған әпергіңізші дедім. И сол күні кешке олар маған сразу курсты әперген болады. Бірнеше күннен кейін өз дайындығымды бастап кеттім.